Бәріңе сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 1998 жылы шыққан Доктор Дулиттл фильмінің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. Кішкентай Джон Дулитлге ит неге олардың бір-бірінің артқы жақтарын иіскейтіндерін түсіндіреді. Әңгімесін естіген Джон кейін мектеп директорының артқы жағын иіскеуге бел буады. Әкесі ұлына бірдеңе істеу керектігін түсініп, дін қызметкерін шақырды. Әулие әкесі жынды баладан қуып шығаруы тиіс еді, бірақ ит иесін қорғап қалды. Енді Джонның иті болмады, және сол кезден бастап ол жануарлармен сөйлесуді тоқтатты. Әкесі қалағандай Дулиттл қалыпты болып өсіп, отбасын құрды да, әкесі сияқты қатал болды. Ол қызынан өзінің тәжірибелері үшін жұмыртқа тасудың орнына лагердегі құрдастарымен сөйлесуін талап етеді. Қазір жануарларды Джон енді ұнатпайды. Ол ірі корпорация сатып алғысы келетін клиникада дәрігер болып жұмыс істейді. Бұл жөнінде конференция өткізіледі. Джон осының кесірінен отбасымен бірге пикникке бара алмайтын болды. Отбасын шығарып салғаннан кейін дәрігер темір тордан қашып кеткен теңіз шошқасын тауып, жұмыртқаға қарауға тапсырма алады. Біздің кейіпкеріміз теңіз шошқаны мышеловканың көмегімен аулауға бел буды. Ол ұйықтап жатқан Джонның үстіне шығып, оны қатты қорқытты. Түн ортасында дәрігерді клиникаға шақырды, себебі пациенттің тағы да аллергиясы қозған болатын. Қайтар жолда ер адам назарын босаңсып, итті қағып жіберуге аз қалды. Жануар болса асфальтта біраз жатып, кейін орнынан тұрып, Джонға көзіңе қарап жүр деп ұрсып жіберді. Ол тағы да жануарлардың тілін түсіне бастады. Клиниканың бас дәрігерлері мистер Келлоуинмен кездесті. Ол оларға $4 миллион мәміле ұсынады. Джон көгершіндер мен ақуыздар күресіп жатқан әңгімелеріне назары ауысты. Дулиттл өзін жаман сезініп, бірден кездесуді тастап кетті. Енді қызына теңіз шошқасын алып баруы керек. Оның өзі жануармен ауа райын қалай талқылай бастағанын байқамай да қалды. Дәрігер тағы да апатқа ұшырай жаздады. Шошқа да адамды түсінетініне таңғалды. Джон жүргіншілердің көз алдында жануарлармен дауласып жатты. Олар жүргізушінің сау еместігіне күдіктене бастады. Ол шошқасы бар торды жолдың ортасында қалдыруға шешім қабылдады. Бірақ Джонның ар ұяты жануарды жол жиегіне тастауына жол бермеді. Ол бірден сөйлесуді ұнататын кеміргішке қайта оралды. Бірақ ол шошқаны естімеу үшін оны машинаның төбесіне бекітіп қойды. Алайда ол ән айтып жалғастырып, өз қожайынын мазалай бастады. Отбасы Джонның өзін қызық ұстап, үнемі шошқа жаққа қарай беретінін байқады. Кешке Джон ақырында әйелмен шаршағандығын басқысы келді. Бірақ осы кезде бұтақта отырған өкі оны шақырды. Құс адам олардың сөзін түсінетінін байқап, Джоннан қанатынан ағашты алып тастауын сұрап ұшып келді. Кейін өкі оған ризашылығын білдіріп ұшып кетті. Ал ер адам тағы да өзін қызық ұстай бастады. Үрейленіп, ол барлық есікті жапты, бірақ ішке бәрібір қарға мен енот кірді. Олардың бір сәтке ауыздары жабылмады. Сыртта Апусун мен Скунс те одан бірдеңе қалайды. Джон түн ортасында орманнан кетіп, отбасысын қайта тастап кетуге шешім қабылдады. Джон әріптесі Сэмге ауруханаға кездесуге шақырды. Дулиттл екі қорқынышты ұрысып жатқан егеу құйрықтарды көрді. Бұзақлар тіпті адамға да тиісті. Ты что сказал, урод четырехглазый? А ну подойди. Что, поджоги трясутся? Томография ешқандай ауытқуларды көрсетпеді. Сонда оның басындағы дауыстар қайдан шығады? Бәлкім, бұл оның итті қағып кетуінен болған күйзелістің салдары шығар. Келесі таңертең Дулиттл басқа қаңғыбас иттердің үйіне апара жатылған, қағып кете жаздаған итін көреді. Оны ұйықтауға апарған еді, бірақ Джон оны құтқарып қалды. Алайда ол бәрібір жануарды көшенің ортасына тастап кетті. Қу ит өзін нашар сезіне бастады да, Джон оны мал дәрігерлік клиникаға алып келді. Басқа иттер өз қожайындарын мазақтайды, ал бір белсенді ит тіпті кастрицияға апарылды. Ветеринар температурасын өлшемекші болды. Ол жай ғана сылтауратқанын айтып айғайлайды, бірақ кеш болды. Ит жалынып градусникті алып шығуды сұрайды. Все обсосало. Жопа заглотнула. Ветеринар тексеріп, шын мәнінде градусник жоғалып кеткенін түсінді. Міне, енді итті әлдеқайда қатты сезімдер күтіп тұр. Джон жануарды тағы да машинадан қуып шығады. Ол өкінішке қысым жасады, бірақ бәрі сәтсіз. Еркекке Майя қызы қоңырау шалды. Сол сәтте ит қайта оралып, қатты үріп жіберді.
Майя әкесі оған ит сыйлайды деп ойлады. Міне, кеше түн ортасында оларды тастап кеткен себебі осы болғаны ғой. Қыздың өзі балалар лагеріне әкелінді. Ол жаңа досына, Лакиге қатты қуанды. Он фокусы знает? Один довольно смешной с термометром. Сен саусың ба деп әйелі сұрайды. Себебі бұл Джонның қылықтарына мүлдем ұқсамайды. Жалпы, қыз Лакимен бірге үйге кеткісі келеді. Бірақ әкесі оны қалып, достарын табуды талап етеді. Кешкісі Өкі бір топ жануарларды жинап, оларға олардың сөзін түсінетін және оларға көмектесе алатын ерекше адам туралы айтып берді. Джонның әйелімен қосылуына Лаки кедергі келтірді. Оның итпен сөйлескенін Лиза байқап қалды. Кенет есіктен қоңырау шалынды. Бұл үш қой болды. Тағы да үйдің ішінде үйрек пен ешкі үйірі жүгіріп жүр. Әйеліне әріптесі келгенін өтірік айтуға тура келді. Ол болса ренжіп қалды. Үлкен қызы да оянды, бірақ дәретханаға бірден кіре алмады. Онда Лаки мен душ перделерінің артында тығуға тура келген үйректер болды. Үйге қойлар, иттер, шошқа мен папугайлар, ал пингвиннен кейін тауықтар мен көгершіндер сұраусыз кірді. Амалдың жоғынан Дулитл оларды емдеуге кірісті. Оның үстіне көгершіндердің ұясындағы проблемаларды да шешуге тура келді. Еркек көгершін басқа біреудің көкірегіне қарайды екен. Бұл оның қыз көгершініне мүлдем ұнамайды. Капуцинада ішімдікке қатысты проблемалары бар. Ал мас маймылдың бұл масқара екені бәріне белгілі ғой. Ал Терриар есімді ит өзінің добына тым құштар. Төменде Джонды жылқы күтіп тұрды. Оның көру қабілеті бұзылыпты. Іске әчкелер көмектесті. Маймыл мас болып жолбарысты тордан шығарып жіберді. Жыртқыш депрессияға ұшырап биік ғимаратқа көтерілді. Қорықпайтын дәрігер оған жақындап келіп, қатты қимылдамауды сұрайды. Жолбарыс өзін нашар сезінетініне шағымданып, бұл адамның оған неге көмектескісі келетініне таңғалды. Джон оған сенуді сұрайды. Егер ол жолбарысқа көмектесе алмаса, онда ол өзін және Лакиді жеуге мүмкіндік береді. Келесі күні Дулитл мысық анатомиясын зерттеумен айналысады. Сондай-ақ ол Маркқа, олар басында жұмыста жанып, мүмкіндігінше көп пациенттерге көмектескісі келгенін еске салады. Міне, кеше-кешке Джонның жұмысына дәл осындай ықылас келді. Оның жалқаулығы бір жаққа жоғалып кетті. Джон таныс мал дәрігеріне қоңырау шалды. Ол Дулитл оқитын кітаптың авторы болып шықты. Ол дәрігермен ақылдасады, бірақ жолбарыстың неден ауыратынын әлі түсінген жоқ. Джон оны емдеуге құмар болғаны соншалық маңызды кездесуді ұмытып кетті. Сонымен қатар, оның үйінде әртүрлі жануарлар көңіл көтеріп отты. Бандит егеуқұйрықтардың бірі өзін нашар сезінді. Екіншісі жолдасын аман алып қалуды сұрайды да, Джонға айтқан жаман сөздерді ұмытуды сұрайды. Әйелі мен әріптестері оны кеміргішті тексеру кезінде ұстап алды. Дәл қазір тышқанның жүрегі тоқтап қалды. Жасанды тыныс қолдануға тура келеді. Адамдардың бәрі жеркенді, ал екінші егеуқұйрық дәрігерді извращенец деп атайды. Бірақ бұл маңызды емес, ол өмір үшін күресуде. Жрать хочу. Бұл жай ғана ішек газы деп қуанып хабарлайды Джон. Ол өзінің сынып оқушысы психиатрға баруға тура келді. Ол әзілмен мысығы Фрейдпен сөйлесуді ұсынады. Нәтижесінде Джонды клиникада 10 күнге қалдырды. Жергілікті ақуыз оған таблетканың орнына барлық нәрсені алып келуін ұсынады. Психиатр орангутанды бір техникаға қосып қойды. Ол Джон маймылдың сұхбат кезінде эмоциясын шақырғанын қалайды. Біздің кейіпкеріміз орангутанмен келісуге тырысады, бірақ ол үндемейді де, тек жауап ретінде күледі. Джон маймылдың Мексикадан әкелінгенін тым кеш түсінді. Ол ағылшын тілінде емес, испан тілінде сөйлейді. Марк Джонға келді. Егер ол баспасөз мәслихатында болмаса, онда мәміле бұзылады дейді. Дәрігердің өзі отбасын сағынды. Ол үйіне қоңырау шалды, бірақ түтікті теңіз шошқасы алып, жігітті қастандық жасады деп айыптады. Себебі ол тоңазытқыштың артынан мышеловканы тапты. Жолбарыстың дәрігерден көңілі қалды. Ол енді келмейтін шығар деп ойлады. Бірақ та оның жағдайы нашарлап бара жатыр ғой. Лаки қашып кету үшін қожайынына қарай келді. Жолбарыс мүлдем жаман халде, бірақ Джон өзінің барлық қасіреті үшін итті айыптайды. Дәл соның кесірінен ол тағы да жануарлармен сөйлесе бастады. Кейін ол жануарын қуып жіберді. Джон психиатрдан оны үйіне жіберуді сұрайды. Ол жұмыстан шаршаған болатын.
Егер сақалды жігіт оған қазір кетуге рұқсат берсе, онда Джон оның жәшігінде стриптизершілердің ішкі киімдері жатқанын ешкімге айтпайды. Мысық оны тапсырып үлгеріпті. Дулитл үйіне қайтып келді. Кішісі лагерді тастап кетті. Ол ешкіммен таныса алмады. Джон жануарларды елемейді де, оларды түсінбейтінді кейіп жасайды. Доктор үйреншікті өмірге қайта оралуға тырысады. Майя атасына әкесінің жануарлармен сөйлесе білетініне сенетінін, тіпті бұған қуанғанын айтты. Демек ол да қызы сияқты біртүрлі шығар. Қызда әкесімен, Джон мен әкесі сияқты түсініспеушілік байқалады. Атасы ұлын өсіргенде қателескенін мойындайды. Көлікте Джон қызын біртүрлі болудың еш шаманы жоқ деп сендіреді. Дәрігер өз сөзіне өзі құлақ асты. Әрдайым өзіңнің кейпінде болуы керек. Сондықтан Лакиді жақсы көретінін айтып, итті көз жасына дейін жеткізді. Джон циркке кіріп, клиникада талдау жасау үшін жолбарысты алып кетті. Күзетшілер ұрлықшыны байқағанда, олар дереу полицияны шақырды. Дәл қазір конференция басталады. Әріптестері Джонды іздеуде. Ал Майя өзімен бірге теңіз шошқасын алып келді. Келуэй тағы да 10 минут күтуге дайын болды. Шошқа дәретханаға кіріп кетті. Оны унитазға аллергиямен ауыратын әйел ағызғысы келді. Господа, есть свидетели? Надо мной только что надругались. Дулитл жолбарысты клиникаға жеткізіп, баспасөз мәслихатына асықпайды. Әріптестері оны зертханада ұстады. Бірақ жалғыз емес, жолбарыспен бірге. Сөйтіп қаша жөнелді. Марк Джонды клиникаға қайта кіргізіп, ақыны 2-ге бөлуді шешті. Мұндай ұсыныс үшін ол нокаутқа жіберілді. Дулитл шұғыл операция жасау керек. Бірақ олар операциялық бөлмеге баспасөз конференциясы өтіп жатқан үй-жай арқылы ғана кіре алады. Жолбарыс Маркпен бір каталкада жасырылған. Бірақ жыртқыш теңіз шошқасын көріп аң аулауға аттанды. Джон жағдайды өз қолына алып, жолбарыстың қатты ауыратынын түсіндіреді. Және ол қазір оған операция жасайды. Клиника ғимаратына полицейлер келді. Бірақ жануарлар митинг өткізіп, полицейлерді ішке кіргізбейді. Джон операцияға кірісті, ал әкесі әйеліне күйеуі жануарлардың тілін расымен де білетінін түсіндіреді. Ол әрдайым бұл ауытқу деп санайтын, бірақ шын мәнінде бұл нағыз ғажаптар. Дулитл осындай отаны бір рет қана жасағанын мойындайды. Ито өлген адамға жасаған. Бұл жағдайды конференцияға шақырылған журналистер түсіріп жатыр. Жолбарыс қорқам деп шағымданады. Лиза келіп, оны тыныштандыру үшін алып жыртқыштың табанын сипалайды. Джон тез арада тромб табуы керек. Әйтпесе жолбарыс сөйледі. Хирург операцияны орындай алып, жолбарыс аурудың жоғалғанын айтты. Процесті басқа жануарлар бақылап отырды. Осындай жағдайға көңілі толмаған жалғыз жануар, ол теңіз шошқасы. Мистер Келлоуин дәрігердің шеберлігіне таңғалды. Ал Джон болса клиниканы сату туралы пікірін өзгертті. Міне, аққу шығуы керек. Бірақ өкінішке қарай, Майя осы уақыт бойы аллигатордың жұмыртқасын сақтап келген екен. Мама. Ну нет, я тут ни при чем. Осымен фильм аяқталды, достар. Сіздермен болған киношолу арнасы келесіде кездескенше.